қалайсыз Аделя? Шүкір жақсы, өздеріңіз, бірақ Жақсы. Кеше күннен кейін қалай болдыңыз? негізі кеше күннен кейін барлығы жақсы, бірақ та кішкене көңіл күйім түсіп тұрғаны бар. Бірақ та қолдаушыларым, подписчиктер, адамдарымыз жазып, кәдімгідей өздерінің қолдауын білдіртіп, менің жаман настроениемді жақсыға ауыстырып, сондай сөздеріне мен рахмет айтқым келіп отыр. Ернармен сөйлесе алдыңыздар ма? Ернармен қатты деп айта алмаймын. Бірақ барлығы жақсы ма деп Кеше сторисіңізден көріп едім, мен ондай сөздерге лайық емеспін деген сияқты бір пікіріңізді білдіре кеттіңіз. Қандай енді ойыңыз? Негізі кеше айтады ғой, адамның уже саған деген аргументі таусылған кезде жекеге өтеді. Ол қыздың тарапынан маған деген бір нақты фактор болған жоқ та, мен ешқандай еркекті жағалап жүрген жоқ, менің қасымда жүрген жоқ, мені асырап жатқан жоқ етіп айтатындай. Електа доступная сөзге мен оған лайықты адам емеспін да, мысалға қарап тұрсақ. Және де ол қыздың айтқан сөздері шынымен де кішкене тиіп кеткені бар. Бірақ негізі былай барлығы жақсы. Ал үміткер отырған жерден үміткердің орнын алып қою деген қалай болады екен? Оны қандай оймен жасадыңыз? Алып қою дегенде ол қыз өзі мені провокацияға шақырды, отырып қайта Аделя деп менің атым аталап бергеннен кейін мен де на принцип кетіп істедім да. Онда айта беретін болсаң, өзіңе сенімсіз болатын болсаң, орнына тұр, мен онда отырайын дедім. Сөзімде тұрсаң. Ол тұрды, мен жарайды дедім. Мен бұл жерде барлығына жаман болып да шаршадым. Менің бұл жерде кінәм жоқ деп те есептеймін. Бірақ жүрегімнің қалауы деген сөздер болды ғой. Болды, иә. Жүрегім мені қалады, соны істедім, иә. Ол рас. Жақсы, рахмет, өзіңіз қалайсыздар? Кешегі бір былықта шешім таптыңыз ба? Иә, шешім болады ғой. Сөйлесе алдыңыздар ма? Аделямен болсын, үміткеріңізбен болсын. Иә, кішкене тілдескеніміз бар. Үміткеріңіз не дейді? Ол кісі енді сол кезде сәл эфирдің үстінде кішкене қатты боялдырып қойғаны бар. Былай жақсы секілді жатыр. Көңіл күйіңіз жоқ сияқты ғой. Көңіл күй жақсы? Иә? Кішкене сыптыра кішкене бір-екі шаруаларын үлгермей, анда-мында шапқылап 3-4 сағат уақытымен келіп жатқандаймыз бар. Жалпы шешіміңізді эфирде көретін боламыз. Ал мен сұрақ қойсам, сіз необитаемый островқа қай сенімсіз қатысушымен бармайтын едіңіз? Айжан ханыммен. Неге? Білмеймін. Сен алмайсың ол кісіге. Мен кімді алып кетер едім, білесіз ба?